Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. 7 сынып алгебра оқулығы бойынша еспер шығаруды жалғастырамыз. 19-шы есеп. Егер тік төртбұрыштың қабырғаларының ұзындығы 5х-тің 4 дәрежесі y-тің 7 дәрежесі және 7х-тің 2 дәрежесі y-тің 5 дәрежесі өрнектерімен берілсе, онда тік төртбұрыштың ауданын табу формуласын жазыңдар. Тік төртбұрыштың ауданын беретін бір мүшенің дәрежесі неге тең? Жақсы. Тік төртбұрыштың ауданын табу формуласы а көбейтілген б, яғни ұзындығын еніне көбейту керек. Яғни бұл есеп өте қарапайым шығады екен. Оның қабырғаларының біреуі 5х-тің 4 дәрежесі y-тің 7 дәрежесі болса, екіншісі 7х-тің 2 дәрежесі y-тің 5 дәрежесі. Екеуін бір-біріне көбейтсек ауданы шығады екен. Енді сандық мәндерді көбейтеміз. 5 жердегі 7 35. X-тің мұнда 4 дәрежесі және 2 дәрежесі сонымен 6 дәрежесі болады. Y-тің 7 дәрежесі 5 дәрежесі 12 дәрежесі болады. Ары қарай есеп бойынша тік төртбұрыштың ауданын беретін бір мүшенің дәрежесі неге тең? Бұл бір мүшенің дәрежесін табу үшін 6-ға 12-ні қосамыз, сондықтан 18-ші дәрежелі бір мүше болады екен. Келесі есеп осыған ұқсас. Онда 10. Егер де шаршының қабырғасының ұзындығы осындай болатын болса, онда шаршының ауданын табу формуласы неге тең? Шаршы дегеніміз жаңағы қабырғалары бірдей, ұзындығын еніне көбейтеміз, бірақ та ұзындығы еніне тең болғандықтан оны а квадрат деп ауыстырсақ болады екен. Сонда жаңағы 6х 4 дәрежесі y-тің 3 дәрежесін өзіне көбейтуге болады, немесе оны квадраттауға болады. Сонда 6-ның квадраты 36 болады. X-тің 4 дәрежесін тағы да квадраттайтын болсақ 8 дәреже болады. Y-тің 3 дәрежесін квадраттасақ 6 болады. Бұл дәрежені дәрежеге шығарғанда көбейтіп отырмыз. Енді осы бір мүшенің дәрежесі неге тең? 8, 6, яғни 14-ші дәрежелі бір мүше болады екен.